Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз Пьер Лотти деген француз жазушысының әйгілі кафесіне барамыз. Бүкіл туристер барады ол жерге. Ол жерден Стамбулға, Босфор бұғазысына өте керемет көрініс ашылады. Соны көруге асығыспын мен де. Және мұндай қиын жолмен бара жатырмын. Артымда алдыңғы видеода келген Eyüp Sahaba'nın мешіті. Қараңыздар, Пьер Лотти кафесінің қасында осындай керемет көрініс бар. Бұл жерде Айя София, Сулеймания мешіті, басқа да қаланың әдемі Галата Тауэр бәрі көрінеді. Осы жерден керемет суретке түсетін жер енді. Қандай әдемі. Айя София, Сулеймания мешіті. Eyüp мешіті. Пьер Лоттидің кафесіне де жетіп қалдық. Мұндай көрініс, керемет көрініс. Артымда қаланың европалық жағы өте әдемі көрініс. Бұл жерде сөз жетпейді, мынаның бәрін айтуға. Бұл жерде телеферик деген бар міне. Телеферик дегеніміз міне қанаттық жол деген осы жолмен барады да міне. Бұл жерде міне сіздер осы жерден осы мен тұрған жерге дейін әкеледі. Бағасы қымбат емес, қазір көреміз. Нақты айтамын сіздерге қанша екенін қазір. Мынау Галата Тауэр. Біз кеше барған болатынбыз. Осы жерде мына жағын қараңыздар, қаншама ұзын биік ғимараттар. Мұндай әдемі. Өте керемет. Бір мешітте әдемі болып шығып тұр екен бұл жерде. Үш ақ адам жүр, таңертең сағат 10 болып қалды. Адам аз. Өте керемет жер. Стамбулдың әйгілі көрінісі. Қандай әдемі. Мінекей біз жүрік осы жерде. Суретке түсіп алдым. Қандай керемет көріністер ашылады мына жерде. Енді Пьер Лотти кафесін сіздерге көрсетейін. Менюін, бағаларын бәрін көрсетуге тырысатын боламын. Ашық па екен, жабық па екен, қазір бәрін білетін боламын. Tostlatıp parabollarımızda болады. Şay tüpteriz. Kırkış köşesi. Onda bekliyor. Пьер Лотти деген сіздерге кім екенін айтып өтейін. Пьер Лотти деген ол шын аты емес. Псевдоним дейміз ғой. Сол псевдонимі. Ол кісінің аты Жилиано Био. Ол 1850 жылы және 1923 жылдар аралығында өмір сүрген. 1920 жылы Пьер Лотти Стамбулда почетный житель Стамбула деген
атакка ие болгон болотун. Қазір деген осы туристік жерде көптеген туристер осы Перлотти деген жерге келіп, кофе ішіп, шай ішіп, асықпай отырып, алтын мүйіз Босфор бұғазысына қарап отырады. Өте әдемі жер. Сіздердің баршаларыңызға кеңес беремін. Шайлары 4-5 лир, кофелері 10-5 лир. Әдемі даласында отырған жақсы. Қазір кішкене жаңбыр жауып тұрғасын мешітке кіріп, сіздерге ішті көрсетейін дедім. Шай ішіп отырмын. Далада отырып шай ішуге болады, кофе ішуге болады. Мына жерден ішке кіруге болады. Перлотти деп жазылып тұр. Перлоттидан шықтық, шайымызды іштік, түріктің кофесін іштік. Енді мына көріністі көрейік тағы да. Бұл көрініс керемет. Мына жерде күн шығып тұрса, сөз болмас еді. Осындай көрініс. Мына жерде адамдар шай ішіп, кофе ішіп отыр. Мана біз барған жер. Лифтпен шығып, қазір біз телеферикке барамыз. Аяғымен кірдім, аяғымен шығып екен. Осындай лифт. Енді 3-5 лир тұрады екен. Төмен кетсем, осы жерге дейін. Мінекей жүрді.
5 minutcha yurganmiz. O'tidingiz. هذا الكبير ما خايف هذا خاف هم بداري Atamiz bilan birga keldik. Biz teleferikka kelib, Perlotki kafesine o'ta olasizlar. 3-5 lir ustiga ko'tarilib, және tag'da 3-5 lir to'lab төменге solasizlar. Сол баягы бәрі Istanbul Kart deganmen. Көңілге тамаша күн шығатын бірақ түрі жоқ. Қараңызшы, қандай керемет, Sonuna дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Осы видеоға лайк қойып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ағайын көп рахмет қолдауларыңызға. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.